Саламатсыздар ма? Бүгін 3-ші сынып 68-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы 1000 көлемінде көбейту және бөлу, яғни 1000 санына көбейтеміз және бөлеміз. Бірінші тапсырма. Бұл жерде 60-ны 7-ге көбейтеміз. Тең болады 6 жердегі 7-міз 42, яғни 420. Тең болады 420. 70-ті 6-ға көбейтеміз. Тең болады 420. 420-ны 6-ға бөлеміз. 420-ны бөлеміз 6-ға. Тең болады 70. 420-ны бөлеміз 70-ге. Тең болады 6. Келесі есеп түсіндіре отырып есепте. 6-ға көбейтеміз 80-ді. 6 жердегі 8-ім 48, яғни 480. 50-ге көбейтеміз 6-ны. 5 жердегі 6-ым 30, яғни 300. 450-ді 9-ға бөлеміз. 50, 90, 81 9-ға бөлеміз. 0-ді артына қоса саламыз. 8 жердегі 56, яғни 560. 540-ды бөлеміз 9-ға. 54 9-ға бөлсек 6, яғни 60. Артына 1 0-ді қосамыз. 630-ды 9-ға бөлеміз. 63-ді 9-ға бөлсек 7, яғни 70. 480-ді 8-ге бөлеміз. 48 8-ге бөлеміз 6, яғни 60. 1 0-ді қосамыз. 6 жердегі 4-ім 24. Тең болады 240. 90 көбейту 6. 9 жердегі 6-ым 54. Тең болады 540. 270-ті бөлеміз 9-ға. Тең болады 30. 400-ді бөлеміз 80-ге. Тең болады 5. Мына жеріміз. 10-ді көбейтеміз 40-ға. 400. 230. 23-ді 10-ға көбейтсек. 400-ді 10-ға бөлсек 40. 700-ді 100-ге бөлсек 7. Келесі тапсырма. Саябақтың ландшафтың картасына қара. Сурет бойынша Гүлзардың ауданын, Хауыздың қабырғаларын, ойын алаңының ауданын есепте. Енді бізде Гүлзардың ауданы, Гүлзар дегеніміз мынау. Бірінші ауданның формуласы болады және қабырғаның периметрін табу формуласы. Осы формулаға саламыз. Бірінші Гүлзардың ауданы, Гүлзардың ені және мына ұзындығы. Жалпы ауданын табу үшін ені мен ұзындығын бір-біріне көбейтеміз. Сол кезде бізде ауданы 120 метр квадрат шықты. Енді Хауыздың қабырғаларын. Хауыз дегеніміз бізде мынау аймақ көкпен қоршалған. Бұның ауданы 100 метр квадрат деп көрсетіп тұр. Ауданы белгілі. Енді 100 метр квадраттың периметрі, ұзындығы қандай болады? Ол үшін біз 100 метр квадрат шығу үшін қабырғаларын табуымыз керек. Яғни біз 10-ды 10-ға көбейтсек 100 метр квадрат шығады. Енді периметрін табу үшін бізде мына қабырға 10, мына қабырға 10, барлық қабырғасы тең. Енді осы 10-ға 10-ға қосамыз және 2-ге көбейтеміз. Тең болады бізде 40 метр. Яғни Хауыздың жалпы ұзындығы периметр 40 метр. Келесі ойын алаңының ауданын есепте. Ойын алаңы бізде мына аймақ. Ені 20 метр, ұзындығы 30 метр. Яғни аудан есептейтін болсақ, ені мен ұзындығын бір-біріне көбейтеміз. Ойын алаңының ауданы 600 метр квадрат. Енді біз үйдің ауданын табуымыз керек. Үйдің ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. 40-ты 20-ға көбейтеміз. 800 метр квадрат. Есепте. Енді бұл жерде бірінші кестеде бөлу және екінші кестеде, бірінші кестеде көбейту, екінші кестеде бөлу амалы берілген. А мен Б-ның көбейтіндісі, яғни 5 пен 100-дің көбейтіндісі 500, 9 бен 10-ның көбейтіндісі 90, 90 мен 10-ның көбейтіндісі 900,
100 бен 8-дің көбейтіндісі 800, 10 мен 60-тың көбейтіндісі 600, 10 мен 7-ның көбейтіндісі 70, 100 бен 8-дің көбейтіндісі 800, 7 мен 100-дің көбейтіндісі 700. Енді кері амал 600-ді 100-ге бөлеміз 6, 1000-ды 10-ға бөлеміз 100, 340-ды 10-ға бөлеміз 34, 700-ді 100-ге бөлеміз 7, 670-ді 10-ға бөлеміз 67, 800-ді 10-ға бөлеміз 80, 53-ді 530-ды 10-ға бөлеміз 53, 450-ді 10-ға бөлеміз 45. Келесі тапсырма. Есептің мәнін жазып кете қояйын. Бірінші 1000-нан аламыз 200-ді. Бірінші көбейту амалын орындаймыз. Жақша болса, бірінші жақшаны орындап, сосын сыртындағы көбейтіндіге орындаймыз. Бірінші есептің мәні 800, екінші есептің мәні 350, төртінші есептің мәні 8, үшінші есептің мәні 8, төртінші есептің мәні 60, келесі 210, келесі 290, келесі 900, келесі 846, келесі 300, келесі 400, келесі 80, одан кейін соңғысы 370. Келесі тапсырма. Есептерді шығар. 180 теңгеге бірде 6 қалам сатып алынды. 270 теңгеге осындай қанша қалам сатып алуға болады? Енді бұл жерде бірінші 180-ді 6-ға бөлеміз. 180-ді 6-ға бөлсек, 18-ді 6-ға бөлсек 3, яғни 30. Енді осы 270-ді 30-ға бөлеміз. 270-ді 30-ға бөлсек, 27-ні 3-ке бөлсек 9, яғни 270-ді 30-ға бөлсек 9 шығады. Бұл жерде 9 қалам сатып алуға болады екен 270 теңгеге. Екінші тапсырма. Пойыздың 3 плацкарт вагонында 180 орын бар. Осындай 7 вагонда қанша орын болады? Бірінші 180-ді 3-ке бөлеміз. Сол кезде шығады бізде 60. Енді қанша орын бар екенін білу үшін 60-ты көбейтеміз 7-ге. 6 жердегі 7 42, яғни бізде 7 вагонда 420 орын болады екен. Келесін осыған қарап өзіміз шығарамыз. Бізде келесі тапсырма соңғы тапсырма болу керек. Бірінші жақшаны үшін орындаймыз. Одан кейін көбейтіндіні, одан кейін барып бөлуді орындаймыз. Бірінші есептің мәні 100, екінші есептің мәні 8, төртінші есептің мәні және 100, одан кейін 5, 8 және 9. Бірінші жақшаны үшін орындаймыз. Одан кейін көбейтеміз. Көбейтіндіден шыққан санды бөлеміз. Сау болыңыздар.